Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде атыраулық жазушы Жалғасқали Дүтмағамбетовтың 1812 жыл соғыс және бейбітшілік кітабына байланысты студенттермен кездесу кеші өтті. Бүгінгі талқыланғалы отырған 1812 жылғы бейбітшілік және соғыс кітабына байланысты үш тілде аудару жүріп жатыр. Бұл том баяғы орыс, француз соғысына байланысты, мысалы, әртүрлі деректерге байланысты кітаптар жаңадан шығарып жатыр. Бірінші кітабы шықты, екінші кітабы қазір баспаға дайын тұр. Сонда да біз осы тақырыпты студенттеріміздің алдында үлкен тақырып қойып, осыны қандай процесс барысында, қандай мәселелер болды, қандай қиындықтар болды, және қалай аудару процесі мынау көркем шығармаға байланысты қиындықтарды талдауға оқытып жатырмыз. Бұл кітапты жазып отырған себебіміздің ең бастысы қазіргі жас ұрпақ, жеткіншек ұрпақ бұл кітапты оқи отырып қазақтың тарихын біледі, біріншіден. Екіншіден, өз ата бабаларының кім екенін білгеннен кейін қазақ халқы рухтанады. Рухы мықты елді ешкім ала алмайды, қай жағынан болса да. Сондай жағдайда ойлап жазған кітап бұл негізі. Орыс-француз соғысына қазақтардың қатысы туралы тың туынды өткен жылдың аяғында қазақша, орысша және ағылшынша жарық көрді. Бұған дейін айтыла қоймаған тарихи шындық жазушының шығармашылық зерттеуі арқылы 3 кітап болып шықпақ. Кітаптың тілі жеңіл, сосын бірдемен оқылады. Енді ойлаймыз, екінші кітабы да жазылып бітті қазір, қазақшасы. Орысша аударылып жатыр. Қосағабат ағылшын тіліне аударылып жатыр. Сол баяғы бірдемен жасалып жатыр. Енді ойлаймын, мына үшіншісі бұл соғысы белгіленді. Француз, орыс соғысы. Енді бейбітшілігі, бізде бейбіт өмір дейміз ғой. Мысалы, күні бүгінге дейінгі. Сол қара 12 жылдан бастап, 1812 жылдан бастап, күні бүгінге дейінгі осы әулеттің тағдыры, тарихы баяндалады. Кітап мәдени және әдеби өмірімізде үлкен жаңалық екенін оған пікір білдірген ғалымдар мен жазушылар нақты дәлелдермен жеткізді. Олардың ойлары осы кітапқа енген.